Бәріне сәлем қайтадан. Бүгін ұқсас үшбұрыштарға байланысты сабақтың екінші видеосы. Біз бірінші сабақта, бірінші видеода ұқсас үшбұрыштар туралы ең маңызды мәліметті берген болатынбыз. Бір есеп қарастырдық. Қателесуге болмайтын жерлерді анықтап көрдік. Енді екінші видеода бір күрделірек есепті қарастырайық. Қазір есептің мен шартын барлығын да жаққа жазайын. Есептің шарты мынандай, яғни бізде АБ үшбұрышы берілген. DEF нүктелері сәйкесінше AB, BC, AC қабырғаларында DF бөлу BC 2-ден 1, AC тең 2 көбейту DE, AB минус EF тең EF шарттары орындалатын етіп алынған. Және DEF бұрышы 61 градусқа тең екен, EFD бұрышы 55 градусқа тең болса, онда C бұрышы неше градусқа тең болатынын табу керек. Қарап отырсақ, мына жерде бізде DF, яғни BC қабырғасының дәл жартысына тең екен. Бұл қандай жағдайда бізде орындалады? Бұлай етіп интуициямен ойлап қарасақ, негізінде бұл орта үшбұрыштың орта сызығы деген ұғым бар еді ғой. Орта сызығы деген ұғым бойынша естеріңізде болса, мынандай ұғым бар, үшбұрыштың орта сызығы деген. Және біз бүйтіп бір үшбұрыш қарастырайық, және әр қабырғаның ортасын қарастырайық. Әр қабырғаның ортасын қарастырсақ, онда бізде мына екі ABC бұрыштар берілген. Мына екі нүктеге қарайтын болсақ, қызыл нүктеге. Бұл дәл ортасы болғаннан кейін, яғни дәл ортасын көріп тұрғаннан кейін, мына екі сызық, яғни екі кесінді дейік, BC, осылар параллель болады. Дәл солай, мынау да ортасы болғаннан кейін, мына үшеуі, мына екеуі параллель, және мына жүктарда, мына AC мен осы мына орта сызықта параллель болады. Және параллель болып қана қоймай, бұл жерде біз бір емес, бұл жерде 5 үшбұрыш бар, және барлығы ұқсас. Неге? Өйткені егер мына жақта біз бетта деп белгілейтін болсақ, онда мына жер бізде бұл да бетта болады. Себебі параллель болғандықтан, Егер мына жақта альфа деп алсақ, онда мына жерде альфа болады. Мына жерде гамма деп алсақ, гамма деп алайық. Мына жерде демек тоже гамма болады. Енді үлкен үшбұрышқа қарайтын болсақ, альфа плюс бетта плюс гамма 180 градусқа тең болғандықтан, онда мына жерде де бізде альфа болады. Бұл параллельдіктен шығады. Енді мына жерге, мына бұрышқа назар аударайық. Біз білеміз, мына жазық бұрыш бізде 180 градусқа тең болады. Сол себепті мына жерде де бізде альфа болу керек. Мына жерде біз дәл солай, дәл сондай, мына жақта да бетта болады. Мына жерде бұл жер гамма болады. Мына жер бізде гамма, және мына жер бетта болады. Демек біз өзара ұқсас 5 үшбұрыш тауып алдық. Және біз білеміз ғой, мысалы, мына жаққа біз KLM деп жазатын болсақ, мына екі үшбұрышты қарастырайық. AKL және оған ұқсас AKL және ABC. ABC үшбұрыштарын қарастырайық. Және теңдіктерді жазайық. AK бөлінген AB тең болады бізде KL бөлінген BC. Міне, AK-ға AB, KL бөлу BC. Бізде егер AK-ны біз X деп алатын болсақ, онда мына жерде де X болады, себебі конъюнктивасы ортасы болып тұрғаннан кейін. Демек, AB бізде 2X болады. Демек, бұл бізде X бөлу 2X болады. Мына жерде бізде KL бөлінген BC болады. BC. X-тар қысқарған кезде бізде не қалады? KL бөлінген BC тең болады 2-ден 1. Бұл дегеніміз KL-дің BC-дан 2 есе қысқа екенін көрсетеді. Және жаңа есепке оралатын болсақ, онда DE бізде мына DF, яғни BC-дан 2 есе кіші екені көрсетілген, және AC DE-дан 2 есе үлкен екені көрсетілген. Демек, бізде мына жақта мына екі қабырға, мына осы екі DEF үшбұрыштарының осы қабырғалары сәйкесінше ABC үшбұрышының қабырғаларының тең жартысы болу керек. Демек, бұл екеуі де орта сызық болады бұл кезде. Және мынаған назар аударайық. Енді орта сызық болғаннан кейін, онда барлық параллель, барлық өзара тең бұрыштардың барлығын белгілесек болады. Ол кезде немесе ыңғайлы болу үшін жазып алсақ та болады, кейін есептің шығарып
соңына қарай. Қазірше бүйтіп параллель қабырғаларды осылай белгілеп алайық. Осылар параллель болады, және мыналар бізде параллель болады. DEF бұрышының бізде 61 градусқа тең екені белгілі. Мына жер бізде 61 градус. EFD 55 градус. Бізге С бұрышын табу керек. С бұрышы бізде ол мына бұрыш. Мына бұрыш. Енді 61 градусқа тең бұрыш бізде мына бұрыш DE мен AC параллель болғандықтан мына жерде 61 градусқа тең болады. DF пен BC параллель болғандықтан мына жерде 55 градусқа тең болады. Және үшбұрыштың ішіндегі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болатынын біле отырып, С бұрышын тауып алсақ болады. Яғни ол 180 минус 61 градус минус 55 градус. Бұл бізде тең 64 градуске. Демек, С бұрышы бізде 64 градусқа тең екен. Өстіп, үшбұрыштың ішіндегі орта сызықтарға байланысты пайда болған үшбұрыш арқылы өзара параллель қабырғаларды тауып алып, есептің шартында берілген мәліметтерді қолданып отырып, осылай С бұрышын тауып алдық. Негізінде, бірінші сабақта болған теңдіктерге байланысты үшбұрыштың екі өзара ұқсас үшбұрышты, мысалы біз бір ерекше етіп жазушы едік қой, және айтқан болатынбыз, олардың ретін шатыстырмау керек деп. Бұл мына жерде қатты қолданылған жоқ, бірақ бұл жерде де біз көріп отқанымыздай бір емес, 5 үшбұрыш бар. Сол 5 үшбұрыш өзара ұқсас. Мына жақта жаңа орта сызықтар туралы сөз қозғағанда осыны көрсеттік мына жерде. Әрқашан осылай, өйстіп шығарған кезде өзара ұқсас үшбұрыштарға байланысты, онда бізге бірден көз алдымызға осындай өзара тең бұрыштар, немесе көбінесе параллель сызықтар. Параллель сызықтарға байланысты әсіресе көп кездеседі. Себебі параллель болғандықтан бірден сразу көзге түседі, қай үшбұрыштардың өзара ұқсас екені. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.